Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз слезы ангела періштенің көз жасы деген пирог жасаймыз. Өте дәмді, нәзік болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, менің парақшамды қолдап кетіңіздер. Керекті заттарды описаниеға жазып кететін боламын. Бізге керекті заттар: бөлме температурасын сары май, бір жұмыртқамыз, қантымызды жақсылап араластырып, оның үстіне ұнымызды, разрыхителімізді салып, жұмсақ қамыр илейміз. Егер де сіздердің қамырларыңыздың басы бірікпей жатса, қаймақ қосып жіберсеңіздер болады, сүт қосып немесе айран қосып жіберсеңіздер болады. Мен айран қосып жұмсақ қамыр иледім. Ендігі салмасын дайындайтын боламыз. Творогымызға жұмыртқаның сарысын қосамыз, қантымызды қосып, оның үстіне қаймағымызды қосып, жақсылап еземіз. Блендер болса, блендермен езіп алсаңыздар болады. Мен осылай қолмен езіп шықтым. Егер сіздердің творогтарыңыз сұйық болып кетсе, манный кашаны қосып жіберсеңіздер болады. Немесе ұн қосып жіберіңіздер. Менде сұйықтық, андай қатты сұйық болған жоқ, сондықтан ештеңе қосқан жоқпын. Творогымызды дәл осылай жақсылап езіп аламыз. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Ендігі қамырымызды алып, менде 24 сантиметрлік формаға жақсылап барлығын жайып, біркелкі қылып жайып шығамыз. Одан кейін массамызды салып, 180 градуста жарты сағатта беті қызарғанша творогымызды пісіріп аламыз. Ендігі ақуызымызды таза құрғақ ыдысымызға құйып, миксерімізбен жақсылап араластырып, және де бөліп қантымызды салатын боламыз. Миксерімізбен жақсылап араластырып, өстіп ағарғанша араластыра береміз. Біздің массамыз, ақуызымыз дәл осылай өзінің формасын ұстауы қажет. Дайын болғаннан кейін біздің пирогымызды духовкадан шығарып, үстіне осылай жағамыз. Біркелкі қылып жағып, және де әдемі болу үшін осылай қасықпен осылай істеп шығамыз. Одан кейін 10 минутқа қайтадан духовкамызге салып аламыз. Біз 10 минуттан кейін біздің пирогымыз дәл осылай болып шықты. Ендігі үстіне тамшылар пайда болу үшін үстіне өстіп кастрөлмен немесе осындай ыдыстармен жауып қоямыз. Одан кейін жарты сағаттан кейін бізде осындай тамшылар пайда болады үстінде. Одан кейін суытып жей берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шықты. Нәзік, оңай жасалады. Өте керемет дәмді болады. Сіздер осы рецептпен жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлсамал.